Сыбайлас жемқорлық қазіргі қоғам өміріндегі өзекті мәселелердің бірі екені анық. Бұл дертке барша мемлекеттік мекемелермен қатар әскерилер де қарсы күрес жұмыстарын жүргізуі тиіс. Осыған орай бүгін мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің облыстық департамент мамандарымен өңіріміздегі 85-те 395 әскери бөлімде болып, отан қорғаушыларға осы бір дерттің қаншалықты қауіпті екендігін түсіндірді. Сыбайлас жемқорлық еліміздің әлемдік қоғамдастық алдындағы абыройын түсіретін әрі экономикалық заңдардың еркін қызмет етуін шектейтін басты кедергілердің бірі. Осының алдын алу барша қоғамның міндеті. Соңғы уақытта кейбір жоғары кішенді тұлғалардың сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстарға жол бергендері анықталып, бас бостандықтарынан айырылып жатқандығы белгілі. Бұл әрине әскерилердің абыройына нұқсан келтіруде. Сондықтан әскерилер арасында сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту қажет. Басқа құрамда айтпағанда, жоғары әскери құрамдағы генерал лауазымдарында жүрген бірқатар азаматтар осындай сыбайлас жемқорлық тұрғысында қылмыс жасағандар үшін сотталды, түрлі жазаларға беріліп жатыр. Әскери құраммен де осындай кездесу жүргізіп, осы сыбайлас жемқорлық деген дертті болдырмау мақсатында бір түсіндіру жұмыстарын жүргізуді біз ойластырып отырмыз.